Түк шіркін-ай. Сонда осында отырған бәріміз жұмысымызды тастап, бүкіл өмірімізді Дулатовты ақтауға жұмсауымыз керек екен ғой. Сен сонда алма. Дұрыс айтасыз аға. Жұмсауыңыз керек. Өйткені ол Дулатов. Білмесеңіз мен сізге айтайын, ол бүкіл қазақты оятқан Дулатов. Қазақтың тұңғыш романын жазған Дулатов. Елдің есінде түгел, түсінде жоқ заманда есеп кітабын жазған Дулатов. Сіздің анау қосуыңыз бен алуыңызды, көбейтуіңіз бен бөлуіңізді қазақшалап шығарып берген дәл сол Дулатов болатын. Оның публицистикасын әрбір қалам ұстадым дегендерге сабақ қылып өту керек. Онсыз да мына оқулықта оның аты жазылмаған қаншама шығармалары жүр. Қазақстан тарихын 300 беттік кітап қылып шығарған ең бірінші сол Дулатов емес пе? Тағы несін айтайын? Жоқ әлде түрмеде жатып күллі түркі баласына орысша сөздік жасағанын айтайын ба? Болды, жетеді. Шу болады ертең. Естісен, білсен, айтсан шуласын. Ондай қуат, ондай жалын, ондай алапат өртті ешқандай да топан су сөндіре алмайды. Қазаққа қылған қызметін ешқашан ешкім де ұмытпайды. Оны халық жау дегендердің өзі халыққа жау.